мамилерде 2006 желтоқсанда 5 димаш тәуелсіздік тұғырым. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні құтты болсын. Мен өз елімнің тарихын білемін. Ата-анамды мақтан тұтамын. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Ләззат Асанова туралы. Желтоқсанның анаға ызғары көп қарағым. Намыстан өлген қазақтың қыздары көп қарағым. Ботакөзден боталап, қиянаттан қаталап, дәл 16 жасыңа жан адам жоқ қасыңда. Қыршыңнан қиылдың, қара жерге бұйырдың, заманыңа қақайып қарсы тұрған боташым. Алтын сақа асықтай, алшы түскен қарағым. Дәл өзіңдей қыз тапқан менде арман бар мекен, қайтейін, Құдай қайтейін. Сыбатай туралы. Батыр атың әдеге, батыр бабаң нұржекер. Қара бұлттай түйіліп, сары бүркіттей шүйіліп, сары жебе ысқырып, дұшпанға қан құйысып. Көкпар мініп шайқастым, жаудың бетін қайтарып, қара жаудай қайысты, соққыға белім майысты. Көкте елік дұшпанға тілегенім қайыстай, бабасына ұқсаған айналайын ер болып. Баба әруағы демеген ер болып туған енеден алтын баулы ақсұңқар биік тұлға болмаса, аласа ұстау жем жемеген. Жас болса да бас болып, батырдың басын жеңеген айналайын құлыным. Мұхамеджан туралы. Қазаққа да еркіндік тегін күн бар мекен. Өтеміз бе қарағым, еркіндікке жарамай, өшіреттің кенен. Қалтақтығын жоқ білем, көз жасың мұздай жарлаған, даусым ашы сынаған. Ашы қыл деп, ел жұрттың тәңірден медет сұрайын. Айналайын Құдайым, тыныш тастық бергеме, көмір берген жасыма, енді қайғы төндірме қарайтындай басыма.